Сәлем оқырман. Ақтөре мен Әсемнің хикаясы біткен көрінеді. Екеуі бір отбасы құруға дайындалып жүргендері бар еді. Бірақ өкінішке орай махаббаттары тоқталғаны анық. Алдында бір видео жариялаған болатынмын осы жұп жайлы. Ол кезде Әсем TikTokқа видео салып бір хит болып еді. Бірақ видеоның өзі жақсы деуге келмейді, себебі тек соққының іздері қыздың үстінде. Нақты Ақтөре деп айтпады, бірақ ара қатынаста болған жайттар деген болатын. Көбі мынау баяғы суреттер ғой, өтірік, пранк деген болатын. Кімге сенерімізді білмейміз енді. Ақтөре соған қатысты өзінің жауабын берген болатын. Қысқаша жеткізіп кетейін, жігіттің айтқаны осы. Егерде сыйластық болмаса, махаббатта түк шықпайды. Және Әсем тұрмысқа шыққысы келмейді, әлі дайын емеспін дейді. Өзімді кейде бір отырып қалған жігіт сезінем. Бірақ жақсы жағынан ойласам, Аллаға шүкір, мықты ер азаматтардың бірімін. Бір қыз таба алмай қаламын ба деп қорықпайды екенмін, деді Ақтөре. Жігіт шынымен дайын көрінеді. Кім білсін орталарында не болып қыздың тұрмыстан айнығанына. Ал Әсемнің жауабы былай енді. TikToктағы видеоны мен нақты жігіт істейді деп айтпады. Сол үшін маған хит жазып керек емес. Ақтөренің өзі білмегендей оның бәрі өтірік тренд, макияж деді. Бірақ бәрін өзі жасағанын біліп тұр. Сол үшін де мен тұрмыс құруға дайын емеспін. Біреуден таяқ жеп, аузына келген сөзін айту үшін өсірмеді. Мен оны өзгереді деп күттім, бірақ ешқандай өзгеріс болмады. Және телефонға келсек, алып берген себебі. Менің телефонымды сындырып тастаған. Және де алтындарын қайта өзіне қайтарғам деп жауап берді. Түйіні қызы өтірік айтқанына сенбеймін. Себебі қазір көріп жатырмыз қаншама үйде болып жатқан зорлық-зомбылық. Әйелдер ұят болмасын деп көп нәрсені сыртқа шығармайды. Сол үшін бәрі әдемі болып көрінеді. Ал өз ойларыңызды жазыңыз. Және де айта кетейін, ешқашанда ешкімнен сондай соққыларды көтеріп жүрмеңіз. Сақ болыңыздар.